Сұрақ проработка кезінде еш нәрсе сезінбеймін. Бұндай адамдарды дигитал деп аталынады. Терапия проработка бұл адамдарға басқаша жүреді. Қазір сіздерге тест ретінде бірнеше сұрақ қоямын, төменде жазып кетсеңіздер болады. Келесі сториста сіздерге жауабын айтатын боламын. Сіздер қандай типке жататындарыңызды білетін боласыздар. Қазір дельфин сөзін айтқан кезде сізде ол картина түрінде келді ме? Немесе дельфиннің даусын естідіңіз бе? Немесе дельфинді ұстап тұрғандай болдыңыз ба? Әлде мүлдем еш нәрсе сезбедіңіз бе? Екінші сұрақ. Теңіз сөзін айтқан кезде оны картина түрінде көрдіңіз бе? Немесе теңіздің даусын естідіңіз бе? Немесе оны денеңізбен сезіндіңіз бе? Әлде мүлдем еш нәрсе сезінбедіңіз? Үшінші сұрақ. Теңізде жүзіп жүрсіз, оны картина түрінде елестеттіңіз бе? Немесе теңіздің даусын естідіңіз бе? Немесе теңіздің суын денеңізбен сезіндіңіз бе? Мүлдем еш нәрсе сезінбедіңіз бе? Осы сұрақтарға жауап беріп кетіңіз төменде. Содан кейін сіздерді қандай типке жататындарыңызды айтатын боламын. Парақшам ұнаса лайк басып, досыңызбен бөлісіңіз, ұнамаса просто так өтіп кетіңіз.